Сәлем баршаңызға, бұл видеода 5-ші сыныптың 3-ші тоқсан бойынша тжб жұмысы. Қазір бірінші нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші есепте берілген жай бөлшектерді ондық бөлшекке айналдырыңдар дейді. Яғни мына жай бөлшектерді біз үтір арқылы ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Бірдің асын қарайық. 154. Яғни біз білеміз, ондық бөлшек түрінде жазу үшін оны бөлімін ондық үлеске келтіруіміз керек. 10, 100, мыңдық деген сияқты. Енді бұл жерде дайын тұр, бөлімде 100 тұр, яғни ондық үлес түрінде жазатын болсақ, ондық бөлшек түрінде, онда 0,154 деп жазылады. Осы аралас сан түрінде беріліп тұр, 2,7 деп. Бұндай жағдайда біз қалай жазатын едік? 2,7 түрінде, яғни 2,7. Енді с нұсқасын қарайтын болсақ, 5-тен 4 деп тұр. Бұндай жағдайда бөлімін жаңа айттық, ондық, 100-дік, мыңдық үлеске келтіруіміз керек. Ол үшін алдында бөлімде ондық болатындай бір санға көбейтеміз. Сонда 10-нан 8, яғни ондық бөлшек түрінде жазсақ, 0,8 болады. Әрі қарай екінші есеп. Берілген ондық бөлшектерді салыстыр дейді. Бізде асы беріліп тұр. 2,1000-нан 186 және 2,1000-нан 486 дейді. Бұл жерде ең бірінші бүтінге назар аударамыз. Екеуінде де бүтін сандары бірдей. Одан кейін ондық үлестеріне мән береміз. Үтірден кейінгі бірінші санға. Ондан уже бірден байқалады. 1 4-тен кіші болса, уже бұл ондық бөлшегіміз кіші деген сөз. Әрі қарай бұл нұсқасын қарайық. 0,114 пен 0,118. Мұнда да солай ең бірінші бүтініне қараймыз. 0 мен 0 бірдей болып тұр. Ондық үлесіне қараймыз. 1-де 1 бірдей болып тұр. Яғни келесі 100-дік үлесіне қараймыз. Салыстырамыз. 4 кіші ме, 8 кіші ме? 4 кіші, яғни 0,118 үлкен деген сөз. Әрі қарай үшінші есепті қарайық. Есептеңдер дейді. Яғни ондық бөлшектерді қосамыз. Асы 14,7-ге қосамыз 0,101-ді. Бұл жерде қосу болса, бүтіннің астына бүтінді, үтірдің астына үтірді қойып жазу керек. Міне, 0,1. Жетіспеген жерге 0-ды қосып, өзіміз қосып жүреміз. Сонда 1, 2, үтірдің астында үтір, 4, 1. Яғни 14,121 шығады. Келесі басын қарайық. 4,4-ті бөлеміз 0,1-ге. Бұндай жағдайда естеріңізде болса 0,1, 0,101, 1000-нан 1-ге бөлетін болсақ, мына үтірі 10-ға қарай бір санға жылжиды. Яғни ондық үлесте тұр, 10-нан 1 болып. Сондықтан бір санға жылжиды. Үтірден кейін бір сан тұр ма? Яғни мына бөлінгіштің үтірі 10-ға бір санға жылжиды. Яғни 44 шығады бізде. Әрі қарай с нұсқасын қарайық. С нұсқасында 1,142-ні көбейту керек 1,1-ге. Бұндай есепті біз қалғандап көбейтеміз. Қай жерге? Мына жерге 1,142-ні көбейтеміз 1,1-ге. Көбейтуде үтірге назар аудармай көбейтіп аламыз, соңында үтірді қоямыз. Енді 1-ді барлығына көбейтіп шығайық. 4, 1, мына 1-ді де солай көбейтіп шығамыз. 2, 6, 5, 1. Үтірді ең соңында ондық бөлшектер үтірден кейін барлығы қанша? 3 сан бар бізде. Сол соңынан санағанда 3 саннан кейін үтірді қоямыз. Яғни 1,1000-нан 562 шығады екен. Әрі қарай төртінші есеп. Берілген ондық бөлшектерді дөңгелектеңдер дейді. Бірінші ондық үлеске дейін. Ондық үлес десе, яғни үтірден кейін бізде бір сан қалу керек. Үтірден кейін бізде бір сан қалу керек, ондық үлес десе. Енді осы 3 саннан кейінгі санға қараймыз, 4-те бізде тұрған сан. 4 дөңгелектей алмайды, яғни бізде сонда 7,3 болып қала береді. Келесі 9,1781. Бұны да ондық үлеске дейін дөңгелектеу керек. Ондық үлес деп тұрғанысына жетті. 7-тен кейінгі санға қараймыз, 8 ол дөңгелектей алады, яғни 9,8 болады екен. Әрі қарай, енді бұсы 100-дік үлеске дейін. 0,875. 100-дік үлес десе бізде мына жер үтірден кейін 2 сан болу керек. Одан кейінгі 5 санына қарайтын болсақ, 5 бізде дөңгелектей алады. Сонда бізде 0,188 болады. 100-дік үлес десе 100-ден 88 деген сияқты болу керек. Ал 10-дық үлес десе 10-нан 8 деген сияқты болу керек. Әрі қарай 4,10-нан 921. Бізде тағы да 100-дік үлеске дейін болғасын. 2 санды қараймыз үтірден кейін. Одан кейінгі 2 саны дөңгелектемейді, яғни 4,109 болып қала береді деген сөз. Бұл бізде төртінші есеп. Әрі қарай бесінші есепке көшеміз. Бесінші есепте
Ауылдан қалаға дейінгі қашықтық беріліп тұр. Яғни қашықтықты біз S деп белгілейміз, 30 километр. Қысқаша шартын жазамыз. Арман 5/2 бөлігін жүріп өткен болса, қанша километр жол қалды? Жүрген жолы осы 30-дың 5/2-сі. Қалғаны қанша? Так, ол үшін жүрген жолын тауып алуымыз керек. Ең бірінші жаңа айтқандай, бірінші жүрген жолын тауып аламыз. Ол үшін 5/2-ге көбейтеміз. 5/2 бөлігін жүрді деген ғой. Так, мына 30 алымына көбейтіледі, натурал сан бөлшектің алымына көбейтіледі, және осы жерден қысқарту орындауға болады. 5 пен 30 екеуі де 5-ке бөлінеді, мында 6 болады. 6, 2, 12. Так, сонымен ол 12 километрді жүрген. Енді бізге қалды қанша дейді? Онда сол 30 барлық километрден осы жүрген жолды алып тастайтын болсақ, бізде 18 километр қалады екен. Жауабы осы 18 километр болады. Соңғы 6-шы есеп. Амалдарды орындау керек. Мен берілген жазбайын, бірден амалдарды жаза берем. Бірінші амал, екінші амал деп. Ең бірінші амал мына жақшаны орындаймыз. Бірінші амал үстіне жазып қояйын. Келесі екінші амал бөлеміз. Үшінші амал көбейтіп аламыз. Төртінші амал, сол жаңа екінші амалдан соңғы үшінші амалды азайтып тастаймыз. Ең бірінші жақшаның ішіндегі амалды орындайық. 2/100-ден 4-ке қосамыз. 4/100-26-ны тең болады. Барлығы мына оң жағына есептеп отырамын. 2/100-ден 4-ке қосамыз. 4/100-26-ны үтірдің астына үтір. Солай жазамыз сәйкесінше. Мұнда 0, 1 ойда, 2 ойдағы мен 3. Мұнда 6 болады. Так, сонда бізде 6/3. Соңғы 0-ды біз жазбай қоюға болады бізге. Келесі екінші амал. Енді 12/6-ны біз бөлуіміз керек осы 6/3-ке. Тағы да мына жерге бұрыштап бөлеміз. 12/6-ны бөлеміз 6/3-ке. Мына бөлгіштің үтірін 10 санға 1 санға жылжытамыз. Мына бөлгіштінде үтірі 10 санға 1 санға жылжиды онда. Сонда 126-ны 63-ке бөлгендей бөлеміз. Енді мұнда көрініп тұр 2 шығатыны, иә? Тең болады 2-ке. Үшінші амал көбейтуді орындаймыз. 0,1564-ті көбейтеміз 1/5-ке. Бұнда кәдімгі бағандап көбейтеміз. 0,1564 көбейтілген 1/5. Көбейтуде үтірге назар аудармаймыз. Көбейтіп аламыз бірінші. 5 4-ім 20, 2 ойда, 5 6-ым 30, ойдағы мен 32, 3 ойда, 5 5-ім 25, ойдағы мен 28, тағы 2 ойда, 5 0-ім 0, ойдағы мен 2 деп жазып аламыз. Енді бірді солай көбейтіп шығамыз. 4, 6, 5, 0. Так, енді үтірден кейін барлығы бізде 4 сан бар. Соннан санағанда қазір қосылайық бірінші. 14 бір ойда, 7, 8, 0. Соннан санағанда енді 4 саннан кейін үтір қоюымыз керек екен. Сонда 0,1846 шығады екен. Соңғы 0-ды жазбай қоямыз. Енді соңғы 4-ші амал, екінші амалдан 3-ші амалды азайтамыз. Екінші амал ол бізде 2 шықты мына. Сол 2-ден азайту керекпіз. Үшінші амалды 0,1846-ны. Бұны да бағандап азайтамыз. 2-ден азайту керекпіз 0,1846. Бүтіннің астына азайтумен қосуда бүтіннің астына бүтінді, үтірдің астына үтірді жазуымыз керек. Қараңыздар, мына жерде 2 бүтін болып тұр, бірақ үтір қойылмаған. Жетіспейтін жеріне өзіміз 0-ді толтырып жазып қоямыз. Енді 2000-нан 846-ны азайтқандай азайтамыз ғой сонда. Так, соннан 0-ден 6-ны азайтамыз 4, 1 санға кейініп қалды. 9-дан 4 азайтамыз 5, 1 санға кейіміді 9, 9-дан 8-ді азайтамыз 1. Так, енді мынау да 1 санға кейініп қалды. Сонда 1/154 шығады. 1/154 шығады екен. Осымен бірінші нұсқаны талдау бітті. Келесі видеоларда екінші нұсқа шығады, және сонымен қатар тағы да басқа нұсқаларда болса, басқа ТЖБ нұсқалары болса талдауға тырысамын. Назарларыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар.